Уа Алла тағалам, осы береке толы Рамазан айына кірмес бұрын, көңілімдегі бүкіл жүктерімді өзіңе тапсырамын. Ешкімге айта алмаған сырымды, ешбір жанға түсіндіре алмаған мұңымды, жүрегімнің терең түкпірінде жатқан үнсіз дұғаларымды тек өзің ғана білесің. Уа Алла тағалам, жүрегімді Рамазанға дайындағайсың, ниетімді көркем етіп, жүзімді тек өзіңе бұрғайсың. Уа Алла тағалам, Рамазанды жай ғана қарын аш жүретін ай емес, өзіңе барынша жақындай түсетін қасиетті уақыт еткейсің. Тәнімді оразамен, уақытымды намазбен, тілімді Құранмен, ал жүрегімді зікірмен жандандыруды нәсіп еткейсің. Бұл берекелі айды ғапылдықпен емес, шынайы таныммен, шынайы ықыласпен өткізетін құлдарыңның қатарынан еткейсің. Уа Алла тағалам, өткен Рамазан айларындағы барлық кемшіліктерім мен олқылықтарымның орнын осы Рамазанда толтыруымды нәсіп еткейсің. Сенің кешіріміңе, мейіріміңе, жәрдеміңе және берекетіңе аса мұқтажбын. Уа ұлы Раббым, шексіз рақымыңмен кешіргейсің, мейірімің мен жәрдеміңді және берекетіңді жаудырғайсың. Біліп-білмей, жария жасырын жасаған, алдыңғы кейінгі, үлкен кіші, барлық күнә қателерімді өзің шексіз мейіріміңмен кешіргейсің. Кешіріміңе қауышу арқылы жан тыныштығына бөленген, шексіз рақымың мен екі дүниенің игілігі мен бақытына кенелген, бақытты құлдарыңның қатарынан еткейсің. Уа Алла тағалам, осы Рамазан айын екі дүнием үшін де жемісті қылғайсың. Жүрегімдегі қайғы мұңдарды сейілтіп, келешекке деген үмітімді қайта жаңғыртқайсың. Дастарханыма береке, үйіме тыныштық, отбасыма бірлік, көңіліме кеңдік бергейсің. Уа ұлы Раббым, дұғаларымды өзіңнің құзырыңда қабыл болған дұғалардан еткейсің. Уа Алла тағалам, Рамазан айына қауышуды нәсіп еткеніңдей, бұл берекелі айды өзің разы болатындай лайықты түрде өткізуімді нәсіп еткейсің. Айдың соңында айт мерекесіне кешірілген, жан дүниесі рухани тұрғыдан тазарған және өзіңе жақындаған құл ретінде жетуді нәсіп еткейсің. Бұл айды мен үшін жаңа бастау, рухани жаңғыру және өзіңе жақындау айы қылғайсың. Уа Алла тағалам, басы рақым, ортасы кешірім, соңы тозақтан құтылу болған осы берекелі айда бізді рақымыңа бөленгендерден еткейсің. Алғашқы күндерінде жүрегімізді мейіріміңмен жұмсартқайсың. Ортасында күнә қателерімізді кешіріп, жан дүниемізді тазартқайсың. Ал соңында кешіріміңе ие болған құлдарыңның қатарына қосқайсың. Уа Алла тағалам, бұл айды біз үшін кешірімге ие болған жаңа бастаудың және үмітке толы болашақтың себепшісі еткейсің. Өзіңе жайылған қолдарымызды бос қайтармағайсың. Жүрегімізді өзіңе бұрып, ниетімізді бұдан да шынайы еткейсің. Осы қасиетті айда жасаған барлық құлшылық ғибадаттарымыз бен дұға тілектерімізді өз құзырыңда қабыл еткейсің.